Сәлем менің оқырмандарым, баршаңызға да бүгін қайырлы күн. Мен енді бүгінгі видеомда тілдегі ғайбат туралы айтқым келеді. Тілдегі ғайбаттың бізге зияны қандай? Құранда не айтады сол жөнінде? Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, әу баста қазақ айтып қойған басқа бәле тілден келеді дейді. Біз тілімізге сақ болып жүруіміз керек. Енді көп жағдайда адам, біз мына мұсылман халқы ақиқатты Құраннан танимыз. Енді осы Құранның ішінде осы тіл туралы не айтылады? Әрине мен Құранның өзін айтпаймын, сол Құранды тәпсірлеген адамдардың не жазғаны жөнінде сіздерге бүгін айтып бергім келеді. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойып комментарийде бір-бірімізбен байланыс жасап отырайық дегім келеді. Сонымен тілдегі ғайбат деген не? Ол жөнінде не айтылады? Жалпы айтады, адам баласының кемелдігінің ең белгілі көрсеткіші аузына ие болып, тілін көркем бағытта қолдану дейді. Біздің мына өміріміздің қалыптасуына тіл деген өте үлкен роль атқарады. Жалпы сіздің өміріңізде неше түрлі сәтсіздіктер, неше түрлі келеңсіздіктер болып жатса, немесе бір жеріңіз ауырып жүрген болатын болса, сіз өзіңізді бір қарап көріңіз, өзіңіздің тіліңіздегі, сіздің аузыңыздағы сөздер қандай. Міне, себебі жаңа айтқандай басқа бәле тілден келеді деген. Көрдіңіз бе? Сонда ең біз жақсы болғымыз келсе, немесе кемелденген тұлға болғымыз келетін болса, біз біріншіден аузымыздағы сөзімізге ие болуымыз керек екен. Одан кейін бедейтін. Тіл Раббымыз әрбір жанға тарту еткен иллахи хикмет көрінісі ретінде әрбір жанның сыналуына себепкер болатын құрал дейді. Көрдіңіз бе? Біз айтып жатамыз ғой, ойбай, Алла мені неше түрлі сынаққа түсірді деп. Көрдіңіз бе? Сіздің мына өмірде сынаққа түсуіңізге бірден бір себепкер сіздің өзіңіздің тіліңіз екен. Міне, көрдіңіз бе? Енді соның ішінде ғайбат деген не айтып жатады, ғайбаттады дейді. Ғайбат мұсылман бауырың ұнатпайтын нәрселерін оның артынан айтуың дейді. Яғни бір нәрсені сен ұнатпайтын болсаң, мұсылман бауырыңның бойындағы бір қасиетіңді ұнатпайтын болатын болсаң, сен оның сыртынан айтатын болсаң, ол ғайбат болып есептеледі екен. Айтқан нәрсең оның бойында болса, ғайбат болады. Егер жоқ болса, оған жала жапқан боласың дейді. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет айтып кеткен. Тағы айтады, ей мүміндер, мүмін деп отқанымыз білесіздер, яғни мұсылмандар. Бір ел бір елді тәлкек қылмасын. Бәлкім олар өздерінен жақсы шығар. Сондай-ақ әйелдер әйелдерді келемеждемесін. Бәлкім олар өздерінен жақсы шығар. Бір-біріңді мінемеңдер. Жаман ат тағыспаңдар. Иман келтіргеннен кейін пасықтық деген ат қандай жаман. Ал кім тәубе қылмаса, міне солар залымдар дейді. Сондықтан да бірдеме айтып қойған болсақ та біз енді бір кейбір кезде болады ғой, адам бір аузынан шығып кетеді деген сияқты, ойланбай айтып қалады деген сияқты. Міне сол кезде бірден тәубе ететін болсақ, барлық нәрседе орнына келеді екен. Ей мүміндер, күмәннің көбінен сақтаңдар, өйткен күмәннің кейбірі күнә дейді. Сыр тексермеңдер, біреуді біреу ғайбаттамасын. Сендердің біреулерің өлген туысының етін жеуді жақсы көре ма? Әрине, оны жек көресіңдер. Расында, Аллах тәубені барынша қабыл етуші, асқан мейірімді дейді. Яғни біздер егерде өзіміздің бауырларымызды ғайбаттап, оларға тіл тигізетін болсақ, бұл деген сен өзіңнің бауырыңның етін жегенмен тең екен. Бұл кәдімгі өзіміздің қасиетті Құранда Хұжрат сүресінің 11-12 аяттарында осылай берілген екен. Сосын айтады тағы да, шектен шыққан жаман сөзге қарсы ешқашан жауап беруші болмаңдар дейді. Өйткені ол сөзді айтқан адам да, ол сияқты сөздердің одан да өткен сорақылары бар. Оған жауап беретін болсаң, ол әлгі сөздеріңнің тағы бірін айтатын болады. Надандар мен
ешқашан әзілдеспе. Оның тілі улы болғандықтан сені ренжітеді дейді. Көрдіңіз бе? Яғни сені кім ғайбаттайды? Сені надан адам ғайбаттайды. Сондықтан да наданмен бірге надан болуға болмайды екен. Салмақтылықтың ең жоғарғы белгісі өсек аяң мен жалаларға қарсы шыдамдылық таныту. Өйткені кемелдіктің бірінші сатысы өсек аяң мен жалаларға қарсы үнсіз қалып, жауап қайтармау дейді. Мысалы, мына енді әлемде ең кемел тұлға болғымыз келетін болса, мысалы қарап отырсақ, кемел тұлға деген, яғни идеальный болуда, қаншама адам осы идеальный болуға тырысады. Міне сіз идеальный болғыңыз келетін болса, соның ең бастысы белгісі дейді, сіз бірінші дейді, өсек аяң мен жалаларға қарсы үнсіз қалыңыз дейді. Екіншісі, мұндай өсек аяң мен жала жапқан адамдар сол адамның күнәсін арқалап алатындығынан оған қуану. Бірақ бұнда шикілік кемелсіздік бар дейді. Яғни, мені ғайбаттады ғой, менің кінәмді көтерді деп оған қуануға болмайды екен. Егер де сізде сондай қуаныш болатын болса, ойбай менің күнәмді арқалады деген қуаныш болатын болса, демек сіз әлі жетілмеген шикі санадағы адамсыз дейді. Үшіншісі, өзіңнің кешірім мен сауапқа кенелетіндігіне қуана отырып, өсекшілер мен жалақорлардың ақырет күні азапқа душар болатындығына қайғыру дейді. Қуанбауымыз керек біз олардың. Ертең ақырет күні азапқа ұшырайды-ау деп табаламауымыз керек. Айтама, біздер соған душар болатындығына біз шамалы біздің ішімізде оларға деген аяушылық сезім болу керек. Егер осы қайғысы қуанышынан асып түспесе, ол өзі әлі кемелдікке жетпегені болмақ дейді. Надандардың алып қашпа әңгімелерінен ештеңе өзгере қоймайды дейді. Көрдіңіз бе? Қанша жерде надан сізге пәлен түген деп әңгіме айтқанмен, ол надандығы сіздің өміріңізге оның келіп кетер ешқандай да зияны жоқ, былайша айтқанда. Сіздің жақсы екеніңізді Құдай білсе болды, басқа адамдардың білуі маңызды емес. Енді осы жерде мен мына бір нені айтып кеткім келеді. Яғни тілдегі қанжар ғайбат деп жатады, ғайбат. Енді осы жерде қараңдаршы, бір қандай күшті қылып жазғанда бейді. Адам баласының кемелдігінің ең белгілі көрсеткіші аузына ие болып тілін көркем бағытта қолдануға үйреншікті болу. Яғни біз тілімізді тек қана көркем бағытта ғана қолдануымыз керек. Біреу жаман болды екен деп, оған қосыла жаман болып, біреу ғайбаттады екен деп, оған қосыла ғайбаттаудың қажеті жоқ. Хикмет назарымен қарайтын болсақ, оның айналасына тілдің сүрініп, жөн-жосықсыз сөйлеуіне тосқауыл болу үшін бейне бір қамал салынғанын байқар едің дейді. Оған қоса Аллахтың өзгеше құдіреті екі ерінді бірінші қамал іспетті қойып қойған. Қарап тұрсақ, мұның барлығы тілге сақ болудың маңыздылығын көрсетіп тұрғандай емес пе дейді. Әу баста бізді Алла тағала жаратқан кезде, тілдің алдына қамал болсын деп 32 тісімізді қойған екен. Сол 32 тістің сыртынан тағы бір қамал екі ерінді қойған екен. Әу баста жаратылғанда осының бәрі нені білдіреді? Осының бәрі тіліңе сақ бол дегенді білдіреді бізге. Біреудің күнәсіне бола айыптаған адам өзі де сол күнәні жасайтын болады. Сол күнә істемей өлмейді дейді. Көрдіңіз бе? Егер де сіз біреуді ғайбаттап, әңгіме қылсаңыз, өсек қылсаңыз, соның басындағы жағдай сіздің басыңызға келмей қоймайды. Ал сіз соны қаласаңыз да, қаламасаңыз да, ол заңдылық. Және де сол күнә басыңызға келмей, сіз мына өмірден өтпейсіз. Я сіздің басыңызға келеді, я балаңыздың басына келеді.
Сондықтан да құрметті қыздар, келіншектер, менің көрермендерім, тілімізге өте сақ болуымыз керек. Біз Алла тағаланың ең көркем жаратылысымыз. Сол көркемдігімізді сақтай білуіміз керек. Біреу бізге надандықпен сыртымыздан әңгіме айтты, өсек айтты, ғайбаттады демей, өзіміз көркем түрде дамытуға, көркем сөйлеуге өзімізді үнемі бақыттап отыруымыз керек. Өзі қазақ айтады ғой, жаманмен жаман болма дейді. Бүгінгі видеом осы, қыздар. Тағы да тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп кетіңіздер, байланысып отырайық, сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Осылай міне керемет, қазір айтып жатыр ғой, виртуальный әлемде бір-бірімізбен осылай байланысып тұрайық. Мені тыңдағандарың үшін көп-көп рахмет.